Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында керемет қытырлық және қонақ күткенде сіздің дастарханыңыздың көркін ашатын қуырма түшпәрі дайындаймыз. Мен сіздермен күнде жаңа рецептпен бөлісемін. Сол себепті мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ол үшін бізге сары май, тұз, жұмыртқа, су, ұн қажет болады. Ең алдымен табамызға 1 стакан суымызды, жарты қасық тұзды, 1 дана жұмыртқамызды жарып, артынан ерітілген сары майымызды құйып, ұн салып, орташа жұмсақтықта қамыр илеп аламыз. Иленген қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа тындыруға қоямыз. Салмасына картошка, пияз, қара бұрыш, өз қалауларыңызша көк пияз қоссаңыздар болады. Қамырымызды үлкен домалақ етіп, қалың емес, жұқа емес, орташа қылып жайып дайындаймыз. Қамырды мантының қамыры секілді кішірек етіп, бүктеп, бөлшектерге бөліп кесіп дайындаймыз. Кесілген қамырларды бірінің үстіне тақталап, тағы да 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Кесілген қамырдың үстіне начинкамызды салып, өз қалауларыңызша 4 бұрыш немесе айналдыра түйсеңіздер болады. Түйілген түшпәраларымыз дайын. Енді табамызға май құйып, қызған соң аз-аздан салып, сары түске енгенше жақсылап қызартып, қуырып аламыз. Пельмендеріміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.